отельге кіргізе ма, кіргізбей ма, әлде қуып жібере ма? Жоқ, сіздердің кімдеріңіз онша емес келдіңдер. Қазақстандағы ең мықты инвестор деп Ерке Бала мырза. Бай адам. Бай адам болып кетесің ба? Иә. Карим and Айнұр family. Достар, бізге домофон біреу қоңырау шалып жатыр. Кім екен қазір алып көрейік? Кім? Карим Айнан ба бұл? Иә, Карим Айнан. Почтадан келіп тұратын письмо бар еді сіздерге. Письмо дейсіз ба? Почтадан. Жақсы, астыда бізде подъезде не бар? Почтовый ящик бар, соған салсаңыз болады. Асын тасып кете берейін ба? Иә, сонда. Ашып жібересіз ба онда? Қазір. Достар, бізге почтадан хат келді дейді. Мен айттым, астаға қыдырып кетіңіз деп. Соны қазір көреміз. Кімнен келді екен? Мен білмеймін даже. Карим Айнан, сендерге біреу хат жазыпты ғой. Кімнен хат күтіп жүрсіңдер? Қазір мен достар, қазір балалар алып келем, кімнен келді екен, иә? Қазір көреміз кімнен келді, соны қараймыз бірге. Кімнен хат келді екен? Мен даже білмеймін. Бізден астада ящик бар, соған қалдырып кетті. Неге достар? Кім екен? Мінекей достар, осы хатты отель Редисонға келіп, ашыңыздар, Сарыарқа 4 деп жазылып тұр. Қазір көреміз енді. Қандай хат екен, сыртында открыткасы. Мінекей достар, хат кәдімгідей. Қазір балалармен бірге киініп осы адреске баратын боламыз. Сізде бізбен бірге болыңыздар. Соқты ашып көреміз. Достар, біздің мекен-жайға келген хатты ашып көрейін деп жатырмыз. Ал ашып көрейік. Не жазылған екен ішін? Ал мінекей хатты ашып жатырмыз. Абдыкарим мен Айнам көзге бір шақырту келіпті екен. Көрейік ал. Қандай шақырту екен? Мінекей достар. Карим and Айнам сіздерді бір күн бай болуға шақырамыз деп тұр. Не дейді? Карим and Айнам сіздерді бір күн бай болуға шақырамыз. Мә, достар, біздерді білесіңдер ма? Астанадағы ең бүкіл әлемде де бар Редисон деген гостиница, отель. Соған бізді қонақ қылып шақырып жатыр. Қасірет боламыз. Ал достар, біздің бірге болыңыздар. Біз негізі қарапайым киім келдік. Ал көрейік бізді осы отельге кіргізе ма, кіргізбей ма, әлде қуып жібере ма екен, көрейік. Ал біздің бірге болыңыздар. Кеттік. Жүріңдер достар. Ал осылайынан кіреді екен. Нелер бар. Ал міне кіріп бара жатырмыз. Ал бізді кіргізе ма екен, кіргізбей ма екен көреміз. Вау. Күшті ме Айнам? Абдыкарим, мінекей Редисон. Осындай әдемі көрініске келе жатырмыз. Гостиницаның тарихы көрсетілген. Саламатсыз ба, бізге номер керек еді. Бізде 2 үлкен және де 2 кішкентай ба, 3 кішкентай балалар бар. Осы отельде бір аптаға жалдап тұрайық деп едік. Жоқ, сіздердің кімдеріңіз онша емес келдіңдер. Мынау қалай сөйлеседі мынау адамдармен? Кімдердің онша емес? Кімімізді ауыстырып кетейік? Қазір оны біз көрсетеміз. Иә. Қазір онда сізге көрсетеміз. Қазір бір 10 минутта келеміз. Бірақ әдемі киіммен көреміз. Сол кезде сіздің бізге деген отношение өзгере ме, өзгермей ме екен. Ал достар, біздің бірге болыңыздар. Ал біз әдемі қылып киініп келеміз. Ал мінекей достар, бізді жаңа кіргізбей қойды. Ал енді біз оларға көрсетеміз, киімдерімізді ауыстырамыз. Ал енді біз қазір бай адам болып киінеміз, Абдыкарим, Айнам, күшті әдемі болып киініп аламыз ба? Сосын бізді кіргізеді, Ал достар, біз өзіміздің бірге киімдер, аксессуарларды дайындап әкелдік. Ал соның қанша құртқанымызды көрсетеміз. И біздің бірге болыңыздар. Біздің каналға лайк басып, комментарийді ұмытпайсыздар. Алып кеттік. Жаймен де киіне берейік. Біз қарапайым адамнан қандай болып кетеміз? Бай болып кетеміз, Иә, бай адам. Бай адам болып кетесің ба? Иә. Аяу ішінде уатты. Ал мәссаған, Абдыкарымның образын көрдіңіздер ма? Күшті екен. Сағатың бар ма не? Иә. Мәссаған. Біздің Айнам көз дайындалып жатыр. Сен де әдемі киініп аласың ба? Достар, мен өзім киімді киіп алдым. Мәссаған, достар, қараңыздар. Мынау не бұл? Цепочка тағып алдың ба? Иә. Жүрек екен, сары жүрек екен, розовый. Ал біздің мамамыз қазір киінуге кетті. Мамамыздың образын көреміз и бағасын айтамыз. Ал Абдыкарим, чемоданды ашасың ба? Иә. Образдарын, біздің киімдерімізді көрейік, Иә. Кішкентай чемодан. Мәссаған. Көп аяқ киім, шляпа бар ма не? Иә. Мына сенікі ма? Иә.
Давай киіп ал достар. Абдыкарымның бүгінгі бай образын көрейік. Бізді кіргізбей қойды жана, я? Анашымды не істеді? Анаяқта бір апа не істеді? Итер жіберді, кірме деп, Иә. Қазір біз көрсетеміз, давай. Біз киініп жатырмыз. Біздің алып келген аксессуарларымыз, менің образым қалай? Анам қаланды. Күшті екен, я? Гостиница, давай, наны. Так, Абдыкарым, сен қызыл бабочка тағасың, мен Иә. андай осындай бордовый бабочка тағамын. Ал көреміз, жараса ма? Так, сосын маған қара печатка, не үшін екен қазір айтам. Қара печатка, ақ печатка бол, айнам көзге. Мынандай кисточка бар екен бізде, достар. Сол кисточка кімге? Айнам көз сенікі болады. Веер бар екен, очки бар екен, Абдыкарым. Қара. Қаланда мені. Мен сабақ оқимын. Оқтай, сабақ оқитын ботаник болып кеттің ба? Иә? Күшті екен. Бұл жерде веер бар, айнам көзге, и маған очки бар екен. И одеколон бар екен, достар. Кіл байларске киім киіп жатыр. Ал енді көреміз қалай образымыз шығатынын. Сәлем, достар. Достар, мінекей бізді осы отельге кіргізді, сенесіздер ме? Осындай образ киді. Жаңа көрдіңіздер ғой? О баста қарапайым адам болғанда қандай емес. Және осындай образ киген кезде біз танымай қалып біз миллионер, бай адам сияқты жүреміз. Біздің осы видеомыз сізге ұнап жатса, бір күнде бай адамның рөлін түсіріп жатырмыз. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпайсыздар. Шетелский клубтар қанша тұратынын айтатын боламыз, секреттің бәрін ал. Қазір бүйтеміз. Динар, оны бүйтесің ба? Сен қазір бағаларын айтып тұрасың, жаққа қандай пішіп деп бағаларды жазып қоятын істеп қоямыз, иә? Ал давай, менің образынан бастайықшы. Иә. Барсы тегінен не алдық мысалға? Бізге туфли, достар, қараңыздар. Туфлиді қашан алдық? 2018-де. Достар, 2018 жылдан бері неше жыл болды? Уже 8 жыл болды, 8 жыл болды. Аха, тегін. Мынау шалбар тегін өзінікі. Аха. Мен тегін, рубашка тегін. Менде қолғап бар еще надо. Кофта тегін, кофта менің кофтам, достар. Достар, көрдіңіздер ме кофта? Бабочка, ладно. Бабочканы қараңыздар, достар. Мынау негізі бабочка емес бұл деген. Закупкасы. Просто мынандай дәл бордовый цвет, мынаған подтяжкаға тападық та, осындай немен обманка істедік. Подтяжка бізде. 1500 теңге. 1000 теңге тұрады. Сағат тегін, очки 1200 теңге. 1200 теңге очки. Шапка 4000 теңге. Аха. Болды. И сосын бізде мынау таяқ білесіздер ма? Атаның Бұл деген таяғы. тарихи таяқ. Ол өзімнің атамның таяғы, соны арнайы Байқоңыр қаласынан арнайы алдырттық. Және перчатка. Перчатка бар? Где-то 2000 теңге. 2000 теңге. Және бізде осындай раритет сумка бар. Соны совет кезінде жатқан. Бұл да тегін біздікі, өзімізді постоянно алып жүреміз. Ал сіздің образыңыз? Менің образымда көйлек тегін, менің артынан келген көйлегім. Мынау жағы біздің әжеміздің кожаный плащының жағасы. Шляпам тек қана 1800 теңге. Болды. Анау ше? Өзімдікі. Зонтик біздің досымыздікі. Зонтикта тегін екен, достар. Біз қазір байлардың тусасына кіріп бара жатырмыз. Осындай образбен кеттік. Яқты керемет суршек бар дейді. Ал соны көретін боламыз, иә? Келіңдер, ал. Конечно, бар. Достар, міне қараңыз, бізде сурет түсіріп жатыр. Қане қараймыз, кел. Рахмет. Сізге рахмет. Вау, мына қараңдар. Мәссаған, Динара. Вау, адам көп екен, иә? Әрине болады. Осындай Кел, қолдан ұста, иә? ал біздің бірге сурет кетсін деп жатыр. Кіл, байлар шетелский жерде жүрміз. Ал, кімді көреміз, ал, мына жақта. Вау, әдемі. Неше түрлі бизнесмендер, предпринимательдер, инвесторлар осындай андай сурет түсіп жатыр. Семейный кетті. Ал мінекей достар, көрдіңіздер ме, біз Астанадағы ең бай встречаға келдік. Яқта кіл инвесторлар жиналып қалыпты. Ақша, доллар туралы айтатын болады. Қалай күшті болып жатыр ма? Айнам көз сәлем де. Қане.
Ал мінекей достар бізге күшті нақта фуршет дайындап қойыпты. Швейцарский фуршет, мінекей қараңыздар. Осындай қонақтар әдемі дәмнен ауыстып жатқандай мини бургерлер бар екен. Мини бургер ма, Динара, мынау не ол? Бургер и донер. Күшті екен, кішкентай мини донер. Сен де донер дейсің ба? Осындай әдемі фуршеттен самсалар, чықалар бар екен. Гостиница Редисінде осындай не ол болады? Мини бургерлар. Мини бургер фуршет беріп жатыр, Ал енді дәмін көретін боламыз. Осы күшті видеомыз сізге ұнап жатыр ма? Ұнаса бізге лайк басып, комментарийді ұмытпаңыздар. Мынау не болды? Яблочный сок. Сок па? Ал достар, дәмін көріп қаламыз, бірге болыңыздар. Мінекей осындай фуршет. Мынау круассан, Круассан, анау самса, Мынау не ол? Текст. Мынау? Свечки. Ал, Абдыкарым, сен қайсыдан бастайсың? Бургерден бастайсың ба? Давай, дәмін көр. Сен донер дейсің ба, айнам көз? Давай, донерді ал, дәмін айтыңдар. Кішкентай мини бургер, Сен көреді кішкентай донер ма? Достар, сіздер осындай кішкентай донер мен мини бургер жеп көрдіңіздер ма? Ал, дәмін көрейік. Бисмиллах дейді сайдан. Қалай дәмі? Дәмді ма, айнам? Күшті ма? Ас болсын, ас болсын. Рахмет, анашу актай. Ал, достар, мен де дәмін көрдім жанымыз, мини донердің дәмін, бисмиллах. Жақсашы. Дәмдігі сочи. Қане? Нәм. Қазір отеліне бай адамдар сияқты обед ішінде жатырмыз. Қараңыздар, не жейтін? Мынау круассан, французский круассан. И бургерді білесіздер ма? Үлкен бургер емес, мини бургер жейді екен байлар. Самса емес пе? С грибами. Самса, осындай жейтін андай пончиктар бар екен. Кішкентай донер бар. Кішкентай донер бар екен. Ал, достар, біздің бірге болыңыздар. Ана қараңыздар, бай адамдар бәрі. И Мариамды көрсет. Бүгінгі семейный отбасылық образдарыңыз қанша теңге тұрады? Осы жылы атамыз жүз арнайы Фильм қоймаған, пеншен қоқысы. мынау қызыңызға алған платье еді. Мен дәл осындай бордовый қоқпан, мынау қашқа табатын не ол? Қазір көрсетесіздер. Мінекей закупым, мынадай неметінде болады. Шапка сол, водителем. Вот такие очки, теңге осы образ. А образ, очки, образ образға алды. Мынау мен өзім аттан келген көйлек, мен консиль сұргерге. Осындай шляпа алып теңге. Мынау менің пальтомның жағасы. Көйлегі өзгерді. Қалған барлығы өзгерді. Осындай аксессуарлармен барлығы жасадық. Бұның шляпасы теңге. Мынаны күн шапқа сап алдық. Қалғаны өзгерді. Ютуберлеріміз отбасы семейный балдар кішкентай болса да 5 жастан бастап акция, аппликация деген сөздерді телефонде әдеті акция болады ма деген білмейді оларды акция кешіне бара ма аппликация бола Бекебала Мырза деген осы кісі екен. Мінекей достар сурет түсіп жатыр. Не деген әдемі образ, Гетсби стилінде. Осында фотозона бар екен, әдемі. Әдем көз. Сәлем. Ал мінекей достар, біз кімді көрдік? Астана, Қазақстандағы ең мықты инвесторды көрдік. Бекебала Мырза. Осы кісі ғой. Ассалаумағалейкум. Образдарыңыз қандай күшті. Рахмет көп осындай отбасылық образбен. Мен сіздердің видеоларыңызды көрдім ғой. Копилка жағып. Біз кішігірім бұл ютуберлер. Папамыз қолдап келгенбіз бүгінгі образына. Семейный Рахмет сізге көп осындай орта қалыптастырып бергеніңізге. Ең бастысы отбасылық эмоция сыйлап жатырсыз. Сіздердің видеоларыңыз күшті. Рахмет сізге. Рахмет, сізге де рахмет. Сіздің кішігірім бата алып жіберсек, осындай. Бата беретін жақсы емес пе? Көпті көрген емес, көпті білген адам. Тілек айтсын. Қолдарын жайындар Абдыкарым. Бұйырса, өскеніңізде, өспей тұрсаңыздар да алдарыңызда, жолдарыңыз ашық. Аумин. Қандай дүние кезіксе де, бар өмір өзінің жақсылығын аямай күтіп өтсін. Аумин. Айтқаныңыз келсін. Рахмет. Мен сұрайды, әкетай, біздің ақшаларымыз не істеп жатыр, көбейіп жатыр ма деп сұрайды, өзі.
кішкентай болсын. Жақсы. Анда сіздің еңбегіңіздің жемісі дегенім ғой, үлкен адам ғана емес, оны ұрпаққа да кетіп бара жатыр да. Ең бастысы. Иә. Рахмет. Рахмет сізге көп. Иә, от души. Ал мінекей достар, ал үлкен концерт басталып жатыр. Ал осы концертке бізді арнайы шақырды. Ал көреміз не болады, қандай қызық болады екен. Біздің бірге болыңыздар. Айнакөз. Арикош. Сәлем. Сәлем. Қайдан келдің сен? Сенің образың қайда? Сенің образың қайда? Сенің көйлегің шляпаң қайда? Дайындал келесі жылға. Екінші образдар деуге болады, себебі бұл жалғыз емес, отбасымен осында үлкен зәңгіп үй алғым келеді, соған қарай маған ұсынылған жігерді тамаша мотивациялық сөз неменеге соны жасамасқа, соған әрекет жасамасқа Еркебұлан мырза, өзіңізге жақындай, қалай болса Еркебұлан мырза, өзіңіздің мақсатыңыз, арманыңыз бар. Бұйырса, биыл Дубайдан мәртебе алғым келеді. Дубайдан графия алғым келеді. Олай болса, өмірде жалғыз батыр тоқтар ұсталға талтымы дейді. Өзіңізге жақындай, ең үздік образдың иегерлері есіміңіз? Қуаныш болады есімі? Қуаныш мырза, арман тілектеріңіз? Баста біздің отбасылық YouTube каналымыз бар. Биыл сол 100 мың подписчик жинап, күміс кнопканы алып, 3 жылдан кейін миллион подписчик жинап, алтын күміс кнопкасын алып біздің арманымыз. Сізге деген мотивациямызда сен олардың сөзіне қайырбас дейді. Ешкімді қайырбаймын деп тұрген алдағы уақытта сол бір арманымызға жетіңіз. Жақсы сөздер сіздерге күш жігер берді деген сенімдеміз. Қошеметтеріңізді аямасаңыздар. Достар, Катарға путевка беріп жатыр үздік студенттерге. Әр топтан мықтылары осында акция алғандар Дубайға, Катарға путешествие барайын деп жатыр. Мінекей
достар суретке түсіп жатыр. Жиналуға бәріміз. Сіздер студенттер, қалай болса келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар. Атты уақыттарыңызды бөліп, жан-жақтан келіп, бүгін қуанышты бөліскендеріңізге көп рахмет. Образбен ал енді біз отельде аралайын деп жатырмыз. Отельге обзор түсіреміз мини. Вау, іші күшті екен. Мынандай ыдыста икралар бар екен, иә? Аха. Ал бізде ресторан. Әртүрлі әлемнің сағаттары. Мына жерде не бар? Тастар ма? Күшті екен, иә? Мына жерде рояль бар екен. Мына жерде мини бар, кафешкалар бар екен. Иә, төбеге барып көрейік жүр. Лифтке мінесің ба? Күшті екен. Қане Абдикарым. Мыналар әдемі ою өрнектері бар екен. Ал достар, мінекей. Ана жерде не бар екен? Оқты динозаврды қалатын жер ма? Қазір сен шақырып тұр Динара. Ана жерде не бар екен? Қараңдар. Қаз, мен барып көрейін. Достар, не екен ғой? Құмыра екен ғой, динозавр ұясы деп ойласам. Ал достар, Редисонның лифтіне кіріп көреміз. Ал сізге түсіреміз обзорды. Вау! Лифттері, айның біз қатырын көрсетші? Әдемі, ағата сен істеші бұлай? Біздің стилімізге сай болыпты. Күшті екен, біздің орын суретке түсуге деген күшті екен. Менің орын қалай достар? Әдемі ма? Бай адам ұқсамды қалдық па? Күшті болып қалды, аристократтар, ақсүйек қауымның адамдары сияқты, осылай жүреді екен ғой? Кітабының аты қандай? G деген әріп қой, G, L, астында парковка түседі, бірінші этажға түседі, көреді. Көрейік, яқта. Ана жақта кәдімгі нөмерлер екен, жабық тұрады екен. Номер келеді осындай. Кафенің өзін көрдіңіздер, ағаш мебелді қараңыздар. Не деген андай роскошь беріп тұр, иә? Образдары күшті деп ана қыз. Бізді жана ше? Образы деп күліп жатыр. Бізді жана кіргісі келмеді Динара, иә? Иә, басында киімдерін жаман деп. Бізді достар білесіздер ма? Бізді ресепшндағы адам бізді итеріп жіберді ғой. Адам көркі шүберек деген рас екен ғой. По одежде встречает, по уму провожает дейді. Келін достар, біз Абдикарымның образын санайтын боламыз. Есептейтін боламыз, ал. Абдикарым шляпасы 1500 теңге тұрады. 1500 теңге тұра ма? Очки біз өзіміздікі. Білсеңіздер, клипкада осы очкимен түстік. Мынау тоже тегін. Біз көрші апарып. Подтяжка, иә? Қызыл подтяжка. Подтяжкамен бабочка бірге. Қалғаның барлығы тегін. Ата жесі тәтелер сыйлаған сағат. Сонда мына жерде ол 1500 теңге. 1500 теңге. Осы шляпа құртып отыр, иә? Ал енді келесі кезекті біздің мадам, біздің ойбай принцессамыз, иә? Біздің француженкамыздың көйлегі де өзінікі. Тұрды айтсаңшы образды. Айның қыз битші? Мынау біздің веер ма? Менің пальтомның жағасы. Отдельно тігілген, иә? Тек бұда тоже бас несі 1500 теңге. Шляпасы 1500 теңге ма? Осындай лезвий стильге байланысты балалардың бәрін киіндірді. Күшті екен, иә? Үстіндегі киіммен аяқ киімге жарасады екен, иә? Коричневый. Киім барлығы өзінікі. Сонымен общий барлығы қанша сумма болды біздің? Сіздер санап көріңіздер біздің образға қанша сумма кеткенін. Барлығын бағасын былай шығарып қоямыз. 15 000 теңгедей шықты ау деймін. Егер сондай точно болса, сіздер де санап комментария жазсаңыздар болады. Ал мінекей достар, біздің осы обложкада көргенде бір күндік бай адамның образын кийдік. Қарапайым адамнан бір күнде бай адам болып кеттік, иә? Ал осына біз аураны сезіндік. Қалай сіздерге ұнады ма? Ұнаса бізге комментарий жазып, лайк басыңыздар. Келесі қандай образ түсірейік, қайда барайық? Бұл Астана қаласындағы ең танымал отельдердің бірі. Редисон отельге келдік. Отельді белгілеп қоямыз. Мүмкін өздеріне салар, мүмкін бізді тағы да шақырар. Біздің айның көзді көрдіңіздер ма? Шағашап қалып деген өзінің образында көтер алмай еді. Мадам француженка. Дейміз подписчиктерге. Сау бол! Сау болыңыздар.